Тоже үй жақта новый жерге келдік. Қайырлы кеш Алматы, қайырлы кеш оқырмандарым, бүкіл Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Россия, Ресей, подвесной нелер, качеля ма? О, ар жағындағы барайық. Ар жақта адамдар отыр. Бұрын бұл жерде де ештеме жоқ еді. Бұрын әше скамейка бар еді только. Я? Қашан біз ана үйді ремонттаймыз дегенде осы жерге келіп демалып қой, білесің бе? Точнее мен. Болды ма осындай ғана ма? Бұл жерде ойнайтын ештеме жоқ, сәл отырып, әнеқа көлге барамыз сосын. Бұл жақта ғашықтар отыратын сияқты. Махаббатизм. Ар жақта не бар? Мен шалым. Собачий вольер. Как всегда шапкасы тоңқайып жүреді. Ол жаққа бармағансың ба? Мына не өзі акимат па? Завод. Қазақстанның елтаңбасымен несі тұр ғой? Жалауы тұр ғой? Завод. Мына екеуі міне. Короче, бар ғой, чипсы, детские чипсы алып бердік. Мынандай без красителей, без мынандай жақсы дейді да. Мына бала чипсы деп қоймайды. Чипсыдан басқа алып берсең лақтырады. Сонымен магазинінде сататын ба, но айтты осындай күшті деп. Без красителей, без ГМО ғой, красителей. Химия жоқ, в общем. Керемет деп мақтапты енді. Лайым солай болсын. Я Қобылан. Чипсыйын берші Қобылан. Дейді. Айкөкші деп қойып тұр қара. Дәм әдемі ау деймін да. Та біреуін ала салу керек сияқты. Бағасы қанша екен? 5 теңге. Бағасы әдемі екен. Лайсың да сонда ғой жан. Мына жақта андай футбол ойнайтын бар, бәле ғой. Собачий вольер. Все? А следующий урок бакилы. Я білемін. Білмейді анақсы айтпа сен. Қайда? Қайда барасың жан? Сен оқырмандарыма сәлем деші. Сәлем. Сәлем. Барлықтарыңызға құрметті оқырмандар деші. Тіл келмейді. Ай, блин. Мына жақта итті прогулка істейді, бір итті көрсетемін, ана бір видеомда осындай бар екен деп шок болған мен өзім. Мына екінші жерді көріп тұрмын андай. Мына итті ойнатады, дәу екен мынау. Ана жақтағы кішкентай еді. Скамейкасы бар, хозяин отырады ау деймін. Ана жерде секіреді, ана топырақта еще тірлігін істеп жүре береді да, ойнап жүріп. Кошмар, я? Біздің ауылдағы иттерді алып келсе, мына жерде шок болып тауы жататын шығар. Бұндай нәрсе көрмеген. Аспалы бақ қой, аспалы бақ. Мынандай. Мынандай шелекке бәрін жинап алады. Ойыншықтарын, косметикасын. Бұған андай сумка беру керек, де жан? Сумочка. Арқалап жүретін. Мынандай жұқа ветровка киіп алған жақсы ұлтты, дала салқын екен. Ой, жоқ болғасын ба? Істеп отырасың. Мына жақта гүл дейді ғой. Гүл. Короче, ортасы. Ана жұтып атыр ғой нені. Чипсыйды. Қандамын көрейінші, қандай дәмі? Краб па? Крабя, по-моему. Нормально дәмі? Болады. Ана жаққа барып. Одан. Ана жаққа барып отырамыз ғой деймін. Я? Ана жақта. Тяжелостроение завода. Алматинский завод тяжелостроение машины. Короче, далаға шығып видео түсірем дедім да. Сөйтсем, зарядкам бітіп қалған ғой, пауэрбанк таба аласың ғой. Бит зарядтап қойғам.
Біреу мына қалтама, біреу мына қалтама салып алып жүр. Айкошым, привет деші. Привет. Қалайсың де? Сәлем де. Пока. Отвали деді. Ана жаққа барамыз, сосын жалғастырамыз. Әңгімем бар, қызық әңгіме айтып берем. Постоянно үшеуі отыратын ғой. Мен қай жер деп қызығатын едім. Міне теперь полная чаша деймін. Осындай болсын, Құдай. Лайым бірге болайық, я? Көбейе берейік, я? Балам, міне біздің ұрпақ әкелетін. Мынау да бізге ұрпақ әкеледі. Екеуінің де баласы бірдей. Бөлмейміз біз. Бөліп жармаймыз, я, Айкош? Қараш маған. Аконь. Ош, привет. Привет. Жаным. Қобланым. Привет. Привет. Айтсайшы, балам. Бұл есі кірген сайын бір жаман болып баратыр. Кішкентай есі жақсы еді, амандасады, әңгіме айтады. Мына біз көтере ма десем, үзіліп кетпей ма десем көтереді екен. Бауыржан қанша килосың жан? 80? 85? 85 кило. Мен 70 кило ма? 12 кило, 12 кило. 12 килодан 24, я? Екеуміз қанша? 70, 140, 155. 155-ке 24 қоссаң 169 ба? 170 дейбеш, грубо говоря. 170 килограммды көтеріп отыр. Көрінді ма, мен математикпін ғой, математикада шақ тұстадым ғой. Бауыржан айтады, математикадан шорқақсың деп. Көрінді ме? Қандай күшті математика. Ләй дейді ғой. Менен үйрендің дейді, ой, бой, Димаш бауырым. Қаншамен оқыдың сен, бауыр? Айтшы ма? 4-5 күн. Аха, 4-5 күн оқыды. Осы екеуі бақыт, өмірдің бақыты, өмірдің қуанышы, я? Өмірдің мәні. Доп ойнағанға жақсы екен да, ары бер кет қамайды. Ата жүгіресін артынан. Площадкада ойнасаң, артынан жүгіресін. Сәл өссе, баскетболны доп әперді наған. 4 ма, қанша? 2, 5 ма? 5 ғынандайсы. Не дейді осындайды, жан? Аты ненің? Кольцо, я. Аша дейді нау. Сөзім бе? Ал, түшчі, оным менің. Сен де добың бар ғой, несін ба? Қазір саған да доп берім. Не әтей? Ойнамайсың ба? Ол қыз ғой, допқа қыз ғой, мә. Қышам, менің гүлім. Шипсейді құрту керек маған. Ойнамайсың ба? Жүр, ана жақарамыз екеміз, жүр. Гүлім? Менің гүлім. Менің күнім. Айым, жүр, Айкош. Отырып бараңыза. Ой, құдағи. Қайда жүрдің ау? Білмей біреу қалдырып кетті. Ана біреу отыр. Мыналарға самокат әперу керек сияқты. Кән, айдашы, балапан. Айдашы, кән. Жүре ма, нормально? Нормально жүр. Кән, айдашы. Біледі қалай тұру керек кен. Құланам. Жаным, сен айдайтын болсаң әпереміз ғой? Айдашы, Ой. Мына жақ жаман салқын екен. Куртка киіп шыққаным жақсы өтті. Салқын. Су болғаннан кейін ба? Жан-жанның бәрі су болғаннан кейін ба? Салқын екен. Мына жақта бір самокат тұр. Білмеймін, бұл кім тастап кеткен? Қазір хозяиндары келіп. Демесін. Ана жерде бағана бір 2 пакет жатқан. Жоқ, уже ап кесіпті. Анада ішінде бір нәрселер бір қарамадым да біреудің несіне. Алып кетеді оке, тап іздеп. Қоблан, мына балама беріп көрші, айдиялым екен. Балам? Ал! Айда, тұр. Шық. Ұстанадан. Мұны білмейді, Айкөркен білет қалай тұруды. Мынан қарсы, ұстады жанан. Дурачок, Ай жаным, ана сүйрежін аны.
Құдай. Бере саған, Құдай бере саған. Ой. Көтермесей, жүр айдасай, былай қойым. Ал. Өзі ғой соқа сендер жаққа барам деп отыр ғой. Бар папаңа көрсет. Жаман қанды жел тұрып тұр. Анан шапкасын басып кигізші, жан құлағын жапшы. Андай жел тұрып тұр, суық. Мынаны күшті істеген, е? Ағаштар ма? Ағаш, кажется. Ағаш ашын қойып. Диземді шеп, мен әңгіме айтайын сіздермен. Шер тарқатайын. Үйретсе екен самокатқа. Жақсы. Ана Айкөркем айдап жүр, алып беру керек сияқты. Апам барсам не дейсеген. Самокатты сап алды міне коляскаге, отырып алды. Сөйтіп айда деп кеттік дейді. Қызым. Вау, айдалай. Шапкын ки. Жаман жел тұрып тұр, суық жел тұрып тұр. Бала, ана киіз шапкасын, жан. Айдай дейді, жүр дейді анау. Жаным, давно әпереміз дегеніміз ғой, просто әлі кішкентай ғой, айдамайды деп жүргеніміз ғой. Мынандай 3 в 1 бар, сидениясы бар, и родительский ручкасы бар ғой, отырғызып итеріп жүресің, кейін аналарды апыстай саласың да, и өзі айдай беретін. Сондай бар, сондай самокат әпереміз деп жүргеніміз ғой, екеуіне. Ой, әлі ерте ғой деп жүргеніміз. Жүр. Сәл пана жерге бармасам, мына жер жаман жел. Аррақ ана жаққа барақшы, жүр. Короче, сол айтпақшы мен не өсек айтам дедім, не әңгіме айтам дедім, айтайыншы. Өсегімді айтайыншы, симай бара жатыр ғой. Короче, неге кірсем, тиктокқа кірсем, біреу анандай тренд болып отыр, қазір менің қызым красавицам менің деген бір әйелдің сөйлеген несі бар ғой, соны бәрі қойып, қазір прям не болып отыр ғой, сол жерде бір қыз қойыпты да, менің мамам еш уақытта үстіп жылы сөз айтпапты маған деп, еще жылайын деп тұрды, көзіне жас толыпшы. И жаңа комментарийға кіретін әдетім бар, мен всегда комментарийына кірсем, комментарийді жаз қойыпты да, адамдар мен де еркелетпеген деп. Мынау жүр үйге дейді, ана самокаттап алды, енді жүр деп жатыр. Жан, қызыңды алшы мә. Мен десейшіп әңгіме айтайын десем, мынау маған күн бермей жатыр. Ана жақ жел екен, бер қарай келші. Ана жақ рахат пана. Ана жақ жел ғой жаман. Мына жер пана екен, жылы екен. Ана судың жағасы болғаннан кейін ба, жаман салқын. Жүр, ана қобламен ойнаймыз қызым. Ойнаймыз, сосын барасын, үйге барамыз бәріміз. Самокат сабалды, главный, енді айда деп отыр. Үйге тарт деп отыр. Қызыңды көрдің ба? Жоқ дейді, ана скамейкаға түсе отырайын десем, отырма дейді, айда дейді. Түс, Айко. Түсесің ба? Акош. Акон. Түсесің ба? Түспейін дейді. Ал, не істейсің ал? Самокатты ап кетігі тура кеп тұр ма? Да. Ай, мама. Бауыржанға айтамын, жоқ, әкетпейміз болмайды дейді да. Просто мыналар жыласа алып кетеміз да, кейін әкеп тастай саласың деймін да, жақын ғой мына үйдің жанында. Әкеп тастай саласың деймін да, мына жерде балдар ұмытып қалдырып кеткен ғой дейді да. Камералар бар дейді да, қойшы аяқ шырып кеткен екі самокатқа сотталып кетпейтін жарыс енді деймін да, әкеп тастайсың деп отырмын ғой. Бала тастап кетті ғой дейме? Бұған бәрібір. Ана ғой егеленіп алды ғой сразу. Ай, менің мал табарым болады ау бұл қыз, бірақ бұндай жолмен емес, қызып. Бауыржан айтады, үйретпеу керек деп қойды да, прям бір ұрлық істеп жатқандай. Жаным, сүйші мен. Босай. Ар жақтан туысқандар көрсе, ұятсыздар деп отпасын. Біз қойдық қой қазір сүйісуді. Бұрын қатты сүйісесін. Жаңа тақырыбым не болып кетті, үзбітші болып кетті, қазір айтам. Есім жинап алайын, қызды бір жақты қылып алайын, айтып беріп. Бәрібір деймін да, ол да ол самокатын тастап кетті салды. Қайда жаңа бердім қойғанда біреуін. Білейм, екі самокат екеуіне тастап кетті ғой. Кім болса да рахмет дегенсің ба? Алмаймыз ғой, просто айтадым. Қызым мені сап қойды. Үстіне сап қой дейді, ішіне қоп қой дейді. Жүр өзімен ойнап. Сонымен сол жаңағы астында комментарийға жазып жатыр адамдар.
бізде де өйтіп жылы сөз айтпаған, маған да өйтіп айтпаған, бізге де өйтіп айтпаған деп көп адам жазып жатыр да. Жаңағы сөйтсем мамасына өкпелегендер көп екен ғой деймін да ше. Сөйтсе біреу айтады да жаңағы шешелер де отыр ғой, şimdi біз бұрынғының адамбыз, бізде менталитет сондай деп. Бізде менталитет ондай емес, өзінің миында менталитет сондай да ше. Адам жылы сөз айту үшін не, оған не керек? Жылы сөзді өзің жақындарыңа, өзің қызыңа, өзің күйеуіңе айтпасаң кімге айтасың? Мысалға бүйтеді да, жылы сөз естігің келеді дейді да, қартайған кезде ше, ата-аналар да. Жылы сөз естігің келсе, мысалға естігіңіз келсе, өзіңіз жылы сөз айтып үйретіңіз да балаға ше. Сол кезде ол бала не қылады да. Мысалға мен өзіме келетін болсам, өзім мамама асылып, құшақтап, сүйіп, еркелеп андай қыламаймын. Өйткені ол үйтпеген да ше. Еш уақытта тартып, есімде жоқ, чтобы еркелетіп, басымнан сипап, бір сүйген, онда есімде мүлдем жоқ. Бізден кейінгі кішкентайларды сөйтіп еркелетіп сөйтті ғой енді. Лично мені ондай көрген, ондай әкем еркелетіп сөйтетін. Әлі күнге дейін жасымыз 40-қа келіп жатса да, әлі күнге дейін балапаным ба деп сөйтіп еркелетеді. Сондай шешелер білмеймін неге махаббатын, мейірімін, жақсы сөзін аяйтыншы, сараң болмау керек қой сөзге. Айтсаң өзің туған қызың айтасың. Мен мысалға бүйтіп еркелетем. Жаным, күнім, айым, гүлім, қызғалдағым, жұлдызым, жарығым, жарық дүнием, құлыным, жапырағым, неше түрлі сөз кетеді. Орысшаларда кетеді неше түрлі: счастье мое, любовь моя, красота деп, вселенная моя деп, неше түрлі орысша сөздерді кетеді арасында. Не болды жаным? Папайчы қойшы. Мына что-то күшеніп не қып тұршы. Жаңа шығара алмай жатыр ғой. Сол сөздеріңізді, жақсы жылы сөздеріңізді аямаңыздар. Кез келген бала ата-анасынан жақсы сөз, жылы сөз күтеді, по себе знаю да. Бұрын Бауыржанға да айтатын көп, еркелететін едім. Балдар туылғалы оған онша не қылмай қойдым. Бұны балдар туылғалы балдарға бүкіл махаббат осылардан артылмай жатыр. Бүкіл жақсы сөз, жылы сөз арасында бұғанда айтқан мәзік қояды. В общем, балдарымды кейін қызымды подружка болып, қызыммен құшақтасып, бір-біріміз сүйіп, бір-бірімізге жылы сөз айтып, сырымызды айтып, ол менімен өзінің ішіндегісін бөліскенін қалаймын, жасырып, қорыққанын қаламаймын. Кез келген жағдайда, кез келген неде мен қызымды жақтайтын боламын. Күйеуім айтады да, мә кейін қызымыз күйеуге тиіп, не дай бог күйеу ұратын, сондай болатын болса айыратын шығарсың дейді да маған. Мен айтамын да, без суда и следствия кетіп қалады, не то что айырған деймін да ше. Мен даже сұрамаймын да, кімнен кінә, кім не қылды деп. Ешкімге қол көтеруге қақысы жоқ. Қандай қателік жасаса да, не істесе де ешкімге қол көтеруге қақысы жоқ. Бауыржанға айтамын да, мен қызымды ғана үйтіп қоймаймын, балама да ұрғыздырмаймын. Мысалға келіншегі болса айтам, балам қандай жағдай болса да, ол қыз баласы ұрма. Былай шешуге болады, сөзбен шешуге болады, іспен, әрекетіңмен шешуге болады, бірақ қол көтеруші болма деп. Иншалла, Алла бұйыртса, балапан келіншегі әкеліп сөйтіп атса үйретемін ғой. Оға дейін де дайындық қоям, қыздарды ұрма, қызға қол көтерме деп. Өйткені ол слабый, нәзік жан. Нәзік жанға қол көтеруге болмайды. Қандай болса да, тілімен тапса да, біреулер ақталып атады өзінің топастығын. Ол тілімен табады, ол бүйтеді сөйтеді деп. Күшің жетпей ма қоя сал. Ешкімді ұрып, осына заманда бағындырған емес. Адамның өзінің басына бермесе, сен оны қандай ұрсаң да, төбелесең де, ол өзгермейді. Ол өзгерем, осындай деп ниет етпесе, например, да, оны ешкім өзгерте алмайды. Күшпен, тем более. Махаббатпен өзгертуіңіз мүмкін, жылы сөзбен. Аужан, бар папаңа ойнатады, бар. Жан, шақыршы ай көркемді. Бар, папаң ойнатады, бар. Көркем келді жатыр. Жүгір. Сырғанаймыз дейді. Мынаусынан кете алмай тұр ғой самак. Бар, коляскамен бірге алып кет. Жүр. Бәді деп әңгімен бітпейді екен мен. Сөйтіп, тағы біреу бүйтіп комментарий жазыпты да, бір әйел. Не дейді?
ұрпағың жақсы болсын десең, еркелетпе деген, қатал ұста деген бәлені оттаған, короче. Сондайларды оқысам, нервім басыма шабады. Ұрпағың жақсы болсын десең, саған жақсы қарасын десең, жылу бер, махаббат бер. Махаббаттан, жылулықтан жаман болған адам жоқ. Махаббат пен жылулықтан жаман болған адам жоқ. Оған гарантия берем. Мен өзімде характерім өте жаман, өте бұзық болдым, көп нәрсе істедім, шет-шетін айтып кетейін да, РУВД-ға да түстім, қызды ұрып, біреудің басын жарып, сондай болды да, мендеше сонда да жаңағыдай бұзықты көп істедім. И жаңағыдай күйеуіме жолықтым, ата-анамнан, жаңағы жақындарымнан ала алмаған махаббатты күйеуімнен алдым. Может, сол ала алмаған махаббатқа тоймай өскеннен кейін сондай болған шығармын. Сосын күйеуім берді сол махаббаттың бәрін үйіп, прям мен қатты жақсы көреді. Содан кейін мен түзелдім деп айтсам болады. Уже өмірге деген көзқарасым өзгере бастады, алдыма деген, болашағыма деген жоспарларым пайда бола бастады. Сөйтіп бірден емес, жаймен жаман әдеттерді, жаман қылықтарды бәрін тастап, әлі де сонымен күрес келе жатырмын, сол мінезіммен жайлап сол адам қатарына қосылып жатырмыз енді, Құдайға шүкір деп қояйын да енді. Шынымды айтып отырмын, енді кім қалай қабылдаса да өздеріңіз білесіздер, бірақ осы күйеуім өзгерте алды мені. Күйеуім махаббатымен мені өзгерте алды. Сондықтан махаббатқа толық қанық болып өскен ұл мен қыз жаман болмайды. Махаббатына мынандай сөз бар ғой, даже әкенің махаббатын алмаған қыз көшеден іздейді махаббатты деп әр еркектен мысалға іздейді да. Шешенің де махаббаты өте маңызды. Ең бірінші шешенің махаббаты, сосын барып әкенің махаббаты. Балаға да керек, ұлға да керек, қызға да керек. Менің күйеуім ұлын да, қызын да құшақтап сүйіп, еркелетіп, кәдімгі маған мен қаталдаумын оған қарағанда. Олар мінезін, еркелігін көбінесе күйеуіме көрсетеді, мен қаталды. Бір адам кішкене не болса да болмайды енді. Арасында еркелетіп тастаймын. Сол Бауыржан айтады, балам мен ұлыммен жақын болғым келеді. Кейбір нелерді көрем дейді, әкесі мен баласынша екі адам сияқты бір-біріне сөйлей алмайды, бір бөтен адамдар сияқты отырады дейді. Ондай қаламаймын мен дейді ше. Әкем мен баламмен мынандай жаңағыдай жақын болғым келеді дейді. Дұрыс, молодец. Мен де сөйтіп ойлаймын. Солсына қуанам. Бала-шағама, балдарыма дұрыс әке тапқаным үшін қуанам. Сол әңгіме, осыны айтайын деген. Сол үшін еш жақта кеш емес, ұялмаңыздар. Сіздер ашылып балаға махаббатыңызды білдірсеңіз, ол да сізге білдіреді. Қартайғанда сол жылы сөзді естіп отырасыз. Домға түнде былай көрінеді екен. Астының бәрі бизнес не да? Жалға беріледі деп көп арендаға беріп қойыпты. Дәріхана бар екен, яқта магазин бар екен, в общем. Салон ашсаң болады, сотовый аксессуар ашсаң болады, я. О жерде мусор, қызым, мусор о жерде, кака. Ашсаң болады екен, мына жерде. Бірақ та адам, осы жерде тұратын адамдар келмесе, мына жерден адам трассаны боямыз да, адам жүрмейді. Ау жан. Мама дей береді ғой. Қойшы. Жаным ау, жүрегім ау, тірегім ау, көшінен алдым, көшінен жарығым. Ай жаным ау. Кейде бүйтіп кетеді ғой еркелетсең. Күнім, айым. Қан, қызым, папаң. Анадан тығып жүр ғой міне. Мен қасыма қойып кетті. Ау! Кел! Қобылат! Анау әкесімен жүреді. Что-то салқын болып кетті, үйге қайту керек сияқты. Бауыр, қайтамыз ба? Барып магазинге барып не алуым керек? Комет қамапты, комет алуым керек. Туалетная бумага алуым керек. Ой, шоғаным, не болды? Кім жаған? Ой, кел.
келші қолының. Ой. Ой. Кім тиді мен балапаныма, кім тиді? Папаң ба аттат дейм, кеші папа. Айнау ма? Ай, аттат. Папа! Ана жақта бір баламен сөйлестір. Солма тискен саған? Кім тисті саған? Аттат дейм он, жоным. Не болды сіңе? Күшігім ғой мен бұл сап-сары кішкентай ғана. Қолым тазаласын аузын. Ай, жаным. Пока. Бар папаңа. Пока. Сондай. Видеоны түсірген себебім кешке келіп көрейш деген мынау әдемі екен. Жап-жарық фонариктер жанады екен. Түнгі сағат 12-ден асып кетті. Балдар айтады ғой, ұйқымыз бітшет. Жүрміз сосын. Қазір үйге барамыз, күн суып кетті, түн нашар су болған екен салқын. Одан кейін мұздан андай ішіп отырмын. Мұрным бітел қалды. Анау кім өзі? Мұрын деген бітел қалды. Үйге барақ жалпы осы нені айтпасайын деген бағана көріп, соң возмущаться етіп сөйткен ғой, әйелдерін сөйтіп жазатқанына. Жақсы көреміз ғой, іштей бірақ білдіре алмаймыз деп. Білдіріңіз, неге білдіре алмайсыз? Өзіңіздің балаңыз ғой ішіңізден шыққан. Сол, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Пока. Сүйдім барлықтарыңызды. Анау сенки. Ай, таласып отыр. Біреудің самокатына таласып отыр. Бар ана жақта папа береді. Сол, күйеуге пока деп айт десем, мыналар төбелесіп кетті ғой. Жақсы, тағы да пока. Қош ұзамай кетем ғой, соңғы видеоның соңында пока деп өтсін да. Қарасаңды шынан отырсын. Қызым аңыр. Үйкің ашылды ма? Болды ма? Не істеп қойдың Айко? Палау бастың ба? Надоел кеттің. Тұршы үйге кіреміз. Шексейлеп алдық тағы да. Ой, бұл кіре салып осыны ұстады ғой екеуі де.